Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Экология және табиғатты қорғау қызметі мамандығы бойынша физика және астрономия пәнінен сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы механика бөлімі кинематика тарауындағы қисық сызықты қозғалыс кинематикасы, шеңбер бойымен қозғалыс тақырыбы. Оқу мақсаты қисық сызықты қозғалыс кезіндегі траекторияның қисықтық радиусын, дененің тангенциалды, центрге тартқыш және толық үдеуін анықтау болып табылады. Күтілетін нәтижелер, яғни бүгінгі сабақтан сіздер нені меңгеріп шығасыздар? Қисық сызықты қозғалыс ережесін білесіздер, қисық сызықты қозғалысты сипаттайтын шамаларды анықтайсыздар, қисық сызықты қозғалыс кезіндегі траекторияның қисықтық радиусын, дененің тангенциалды, центрге тартқыш және толық үдеуін меңгересіздер. Дененің шеңбер бойымен қозғалысын түсінесіздер. Шеңбер бойымен қозғалысын есептеу формулаларын есептер шығаруда қолдана аласыздар. Траекторияның түрлері. Траекторияның пішініне қарай оның қисық сызықты және түзу сызықты екенін ажырата аласыздар. Өткен сабақта түзу сызықты қозғалыс тақырыбы кезінде оның траекториясын анықтаған болатынбыз. Білеміз, бағыты түзу болып келеді, қисық сызықты қозғалыс траекториясы қисық сызықты болып келеді. Сонымен қисық сызықты қозғалыс дегеніміз не? Дененің қисық траектория бойымен қозғалысы қисық сызықты қозғалыс деп аталады. Дененің қисық сызықты қозғалысы оның түзу сызықты қозғалыс кезіндегі орын ауыстыру, жылдамдық және үдеу сияқты кинематикалық шамалар арқылы сипатталады. Мысал келтіретін болсақ, аттракциондағы қозғалыстар, лақтырылған доптың қозғалысы, жердің күнде айнала қозғалуы, планеталардың қозғалысы, айдың жерді және жер серіктерін айнала қозғалысы, Сатурн сақинасы және де велосипедтің, машиналардың дөңгелектерінің нүктелері де қисық сызықты бойымен қозғалады. Жолдағы айналма қозғалысты да жатқызуға болады. Енді қисық сызықты қозғалысты анықтау кезінде қандай шамаларды қажет етеді? Период және жиілік қарастыратын шамамыз. Период дегеніміз не? Егер дене шеңбер бойымен тұрақты жылдамдықпен қозғалса, белгілі бір уақыт аралығында ол бір толық айналым жасайды. Осы уақыт аралығы период деп аталады. Ол Т әрпімен белгіленеді. Оның формуласы көріп тұрсыздар, мінекей. Т тең болады 1 бөлінген нью. Нью дегеніміз ол жиілік. Жиілік дегеніміз бірлік уақытта жасалған айналым саны. Ол тең болады нью тең n бөлінген т-ға. N дегеніміз айналым саны, т дегеніміз уақыт. Жиілік герцпен өлшенеді. Өлшем бірлігі герц. Келесі шамаларды сәйкестендіріңіз, сіздерге тапсырма. Мұнда екі шама берілген, период пен жиілік, олардың мәндері берілген. Осы мәндерді өзара сәйкестендіресіздер. Ол үшін жаңағы аталған формуланы қолданасыздар. Келесі шамамыз сызықтық жылдамдық. Нүктенің сызықтық жылдамдығы бір қалыпты шеңбер бойымен қозғалған кезде модуль бойынша тұрақты, бағыты бойынша өзгереді. Траекторияның әр нүктесінде жанама бойымен бағытталады. В тең болады S бөлінген Т. Ол тең болады S-тің орнына біз бұл жерде қозғалыс бағыты ұзындығымыз бізде бір түзу сызықты емес. Сол себепті 2πr-ді аламыз, оны бөлеміз Т-ға. Үдеудің құраушылары. Қисық сызықты қозғалыс кезінде тангенциал және нормал үдеулер болады. Тангенциал үдеу дегеніміз ол жанама үдеу, суреттен көріп отырсыздар, шеңбердің бойымен бағытталып тұр. Ал нормал үдеу центрге қарай бағытталып тұр. Центрлік үдеу деп айтады. Тангенциал үдеу жылдамдықтың модулінің және бағытының өзгеру шапшаңдығын сипаттайды, әрі траектория жанамасының бойымен бағытталады. А тең болады dv бөлінген dt.
Нормаль үдеу жылдамдықтың бағыты бойынша өзгерісін сипаттайды. Жылдамдық векторына перпендикуляр әрі траекторияның қисықтық центріне бағытталған. Нормаль тең болады v квадрат бөлінген r. Қисық сызықта қозғалыста толық үдеу тангенциалдық және нормалдық үдеулерге жіктеледі. Нормаль үдеу және тангенциал үдеу өзара перпендикуляр болады. Сондықтан толық үдеу осы екі үдеудің векторлық қосындысына тең болады. Толық үдеу модулі тангенциал үдеу мен нормаль үдеудің квадраттарының түбір астындағы қосындысына тең болады. Кез келген бірдей уақыт аралығында қозғалыс жылдамдығы сәйкес бірдей шамаға өзгеріп отыратын қозғалысты бір қалыпты айнымалы қозғалыс деп атайды. Бір қалыпты айнымалы қозғалыс кезінде тангенциал үдеу тұрақты болады. Айналмалы қозғалыс деп абсолютті қатты дененің барлық нүктелерінің шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысын айтамыз. Қозғалыс кезінде дененің деформациялануы қозғалысқа әсер етпейді деп есептейміз. Яғни оларды абсолютті қатты дене деп айтамыз. Бұрыштық үдеу. Бұрыштық үдеу бұрыштық жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын векторлық шама болып табылады. Бұрыштық үдеу тең болады дельта омега бұрыштық жылдамдық яғни бөлінген дельта т-ға уақытқа. Сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың арасындағы байланыс. Сызықтық жылдамдық яғни v тең болады омега көбейтілген r-ға. Бұрыштық жылдамдығымыз v бөлінген r-ға. Нормаль үдеу бізде v квадрат бөлінген r-ға тең болады. Ол тең болады омеганың квадраты көбейтілген r-ге. Нормаль үдеу v квадрат бөлінген r, жаңа айтып кеттік, омега квадрат көбейтілген r. Тангенциал үдеу бізде жылдамдықтың уақытқа қатынасы және ол тең болады r радиус көбейтілген бұрыштық жылдамдық пен уақыттың қатынасына. Ол тең болады r көбейтілген e, яғни радиус пен бұрыштық үдеудің көбейтіндісіне тең. Толық үдеу модулін қарайтын болсақ, бұл жерде жаңа айтып кеткендей нормаль үдеу мен тангенциал үдеудің квадраттарының қосындысына тең болады түбір астындағы. Ол тең болады r көбейтілген түбір астындағы бұрыштық жылдамдықтың 4 дәрежесі бұрыштық үдеудің квадратының қосындысына тең болады. Сонымен балалар, бүгінгі сабақты қаншалықты түсінгендеріңізді Блум таксономиясында берілген мына сұрақтарға жауап беру арқылы сіздердің деңгейлеріңізді анықтайтын боламын. Сол үшін осы сұрақтарға толық жауап беруге тырысыңыздар. Және де мына әдебиет көрсетілген физика оқулығы 27-ші беттегі 5-ші жаттығуды орындап Платонс платформасына жүктеңіздер. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.